Әсіресе қариялар тегін медициналық қызметтің бар екенін білмей жатады. Сондықтан да көз ауруына шалдықсаңыз, қалай тегін көмек алуға болады, осы туралы сөйлесу үшін студиямызға офтальмолог дәрігер бөлім меңгерушісі Гүлзат Абдраимованы шақырдық. Қош келдіңіз, Гүлзат ханым. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді тегін десе әркім әртүрлі қарайды. Біреу шошып жатады, біреу оны қалай алу керек, алу жолдарын да білмейміз. Оны кімге беріледі? Жалпы осы көз ауруларын тегін емдеу, тегін ота қарастырылған ба? Иә, Қазақстан Республикасында көз оталары тегін жасалынады. Ол үшін ол кімдерге беріледі? Ол Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға, қандастарға және Қазақстан Республикасы аймағында тұру мүмкіндігі бар шетел азаматтарына беріледі. Ол үшін көз ауруымен ауыратын науқастар өздері клиниканы таңдайды алдымен. Сол жаққа барып медициналық тексеруден өтеді толық. Ол жақтың жолдамасымен өзінің тұрғылықты жердегі поликлиникасына келіп тұрады, порталға тұрады. Ол портал дейміз, квота дейміз, осы тегін көмектің түрі. Сөйтіп өзінің таңдаған ауруханасына келіп, белгілі арнайы датасы беріледі. Сол күнге анализдерін жинап, тегін медициналық көмектің түрін алады. Айтыңызшы, қандай диагноздар болса емдейсіздер, тегін емдейсіздер? Тегін емдеу, ол мысалы, ол дегеніміз тегін медициналық, Қазақстан Республикасына тегін медициналық кепілдендірілген көмектің деңгейі бар, және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деңгейі көлемінде жүргізіледі. Ол ауруларға катаракта дейміз, көз бұршағының бұлыңғырлануы, глаукома, көз қысымының жоғарылауы және витретинальды хирургия түрі, ол тор қабаттың сылынуы, көздің шыны тәрізденесіне қан құйылу деген сияқты ауруларында жасалынады. Енді жалпы көзге ота қандай технология бойынша жасалады? Қалай жасалады, қанша уақытта? Көзге ота жасау технологиясы жылдан жылға дамып келе жатыр. Қазір мысалы сол көз бұршағының бұлыңғырлану катаракта кезіндегі жасалынатын технология өте қатты дамып кеткен. Ол 15 минут ішінде жасалынады. 15 минуттың ішінде жасалынады. Тігіссіз метод, фокомультификация катаракта дейміз, ультра дыбысты әдіспен жасалынады. Науқас операциядан кейін бірден көріп кетеді. Сосын көз бұршағы алмасқан кезде жасанды линзалардың да өте түрлері көп. Ол науқастың өзінің қалауы бойынша қойылады. Содан кейін реабилитация кезде бір ай дейміз, енді бір ай науқас моншаға түсуге болмайды, сол дәрілерін тамызу керек, сол этаптары бар. Сондай. Енді айта кетіңізші, мысалы қазір көріп отырған зейнеткерлер бар, бірінші құжаттарды қайда жинаймыз, қандай құжаттар қажет, кімге апарамыз оны? Бірінші құжатты, жаңа айттым ғой, науқас бірінші өзінің тұрғылықты жеріндегі, тұрғылықты өзінің емханасындағы окулист дәрігер бірінші қабылдайды, егер науқаста көз ауру патологиясын табатын болса. Мысалы ауылдарда окулист жоқ қой, барлығында бірдей. Енді облыстық орталықтарда бар ғой. Облыстық орталықтарда окулисттер бар, орталықтар бар, офтальмологиялық орталықтар бар, сонда жіберіледі. Сол жақта науқастың көз ауру патологиясы анықталады, көз қысымы өлшенеді, көздің көру өткірлігі барлығы тексерілгеннен кейін науқасқа диагноз қойылады. Сол диагнозына байланысты арнайы көз ауруларына ота жасайтын мекемеге жіберіледі, ауруханаға. Сол жақтан жолдама алып келіп, портал арқылы жасалынады. Порталға күнін белгілейді, барады, 15 минутта ота жасалса, бірден көріп кетеді. Және оның өзінің арнайы бір айдай шамамен моншаға түсуге болмайды. Ауыр физикалық нагрузка жасауға болмайды. Сосын сквозняк тағалуға болмайды деген сияқты салқында. Планшеттер, гаджеттер қолдануға бола ма? Көбісі болмайды деп жүрді, де? 1-2 апта көлемінде болмайды ондай істеуге. Ондай болмайды. Түсінікті, енді бұл көз жайында сұхбатымызды әрі құрметті көрермен жалғастырамыз. Дәл қазір осы тағы да тегін ота жасаудың бірі ол бауырға. Ол қалай жасады, сюжеттен білейік. Енді құрметті көрермен, біз көз аурулары тақырыбында жалғастырамыз. Еске сала кетейік, бүгін бізде қонақта Гүлзат Абдраимова. Енді айта кетіңізші, жаңағы көзде көбіне болатын қазіргі таңда оталар қандай, және де көз қысымы бар, түрлі хит болып жатқан аурулар дейміз бе? Қазіргі тілмен айтқанда көрерменге қызық болар. Қандай аурулар бар? Көз қысымы туралы айта кетейік. Ол өте актуалды, өйткені көз қысымын дер кезінде анықтасақ,
көп жаңағы соқырлықтың алдын алуға болады. Көз қысымын жоғарылауын глаукома деп атаймыз. Ол кішкентай балаларда да туа біткен болуы мүмкін. Сосын жаңа подросток кезінде, юношеский, жасөспірім кезінде де болуы мүмкін ол. Но бірақ көбінесе ол 40 жастан асқан адамдарда кездеседі. Ол зағиптық қалып келетін аурудың бірі. Егер дер кезінде көз қысымын анықтасақ, онда ол ауруды толық жоюға болады деп айта алмаймыз, бірақ науқастың көру деңгейін сақтап қалуға болады. Ол көз қысымы егер жоғары болатын болса, онда арнайы дәрілер беріледі, көз қысымын дұрыстайтын. Сол арқылы көздің көру нервісінің жұмысын сақтап қаламыз. Ол деген науқастың көруін сақтап қалуға болады. Ал туа бітті бірден білуге бола ма? Туа біткен түрі ол өкінішке орай ондайда кездесіп жатады. Туа біткен түрі де бар. Тіпті балалар көз қысымы өте жоғары болып, туған кезде де көрмей туылып жатқан науқастар бар, нәрестелер бар. Олар ота жасала ма? Оларға дер кезінде ота жасалынады, ол енді көздің көру нервісінің деңгейіне байланысты. Ол жасалынады, бірақ жүре біткен түрі ол да ауырда. Көп науқастар, біздің тіпті қазір барлығы дамыған заманның өзінде де науқастар кеш келіп жатады. Келіп жатады дейсіз, бәрін біліп тұрғанның өзінде. Бәрін біліп, информацияның көп дамыған заманы ғой, сонда да науқастар кеш келіп жатады. Бұнда уақыт өткізіп алу қиында. Сол уақыт өткізіп алады, көздің көру қысымы жоғары болып тұрады да, көздің нервісін атрофияға ұшырайды. Ол кезде бірдеңе істеу уже тым кеш болады. Енді айтыңызшы, көп арасында жүрген сұрақ бар. Мынау көзге операция жасағаннан кейін жүкті болуға болмайды деген, жаңа 2 жыл ма, 1 жыл ма, сондай бір өлшем бар ма? Бұл шындыққа жанаса ма? Енді бұл сіздің айтқаныңыз рефракционды аурулар болуы мүмкін. Ол миопия кезінде миопияның жаңағы алыстан көрмеушіліктің өзінің деңгейлері бар. Сол деңгейлеріне байланысты көздің түбінде де өзгеріс болады. Көздің торлы қабатында ол тек қана бір тек минуспен ғана шектеліп қоймайды. Көздің түбінде де өзгерістер болады. Ол көздің түбінде дегенерациялар болуы мүмкін, жыртылуы болуы мүмкін көз түбінің. Өйткені миопия кезінде ол кәдімгі адамдардағыдай емес, көздің тор қабаты өте жаңа созылған болады да, сол кішкентай нагрузка ол көздің созылған қабатын жыртып жібереді. Сондықтан ол жаңағы тор қабаттың сылынуына алып келуі мүмкін. Біз содан қорқамыз. Сондықтан жүкті болар алдында міндетті түрде көздің түбін тексеріп, циклоскопия дейді ол методты. Көздің түбін 360 градус деңгейінде тексереміз. Қай жерде қандай жыртылу бар ма, кішкентай жыртықтар болуы мүмкін. Олар болатын болса, оны лазермен күйдіріп тастау керек. Жүктілік кезінде бәрін тексеріп алу керек. Жүктілікке дейін, сосын жүктілік кезінде де бәрін тексеріп, өйткені жүктіліктің кезінде салмақ қосады, сосын босану кезіндегі күш береді ғой организмге. Сол кезде тор қабат сылынып кетуі мүмкін. Сондықтан бәрін алдын алып, кезінде лазер коагуляциясы. Керемет айтып жатырсыз бәрін. Енді алғыс білдіреміз келгеніңізге, пайдалы ақпаратпен бөлісіп жатқаныңызға. Міндетті түрде көрермен жүгінеді деп ойлаймыз осы кеңестеріңізге. Еңбегіңіз жемісті болсын. Ал енді құрметті көрермен, бізде үзіліс, кейін хабарымызды жалғастырамыз.